Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламтор және кітап. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау, етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Ендеше сабағымызды бастайық. Суретке назар аударайық. Суретте не бейнеленген? Сурет арқылы нені үйренуге, нені тануға, нені білуге болады? Өз ойларыңды, өз фантазияларымен жауап беріңдер. Жарайсыңдар балалар. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға оралайық. Ғаламтор дегеніміз бір-бірімен байланыс арналарымен және бірегей деректерді қабылдау және жіберу стандарттарымен біріктірілген байланысқан компьютерлер мен компьютерлік желілердің жиынтығы. Ол жер шарын қамтып жатқан ауқымды бүкіл әлемдік информациялық жүйе болып табылады. Бүгінгі күнде осы информациялық кеңістікке 120 миллионнан аса пайдаланушылар қосылған. Ғаламтор 1969 жылы ақш-та осы елдің қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша жасалған ARPANET желісінен пайда болды. ARPANET оқу орындарын, әскерлер мен әскери мердігерлерді біріктіретін желі болған. Ал баршамызға белгілі, кітап білім нәрімен сусындатар сарқылмас қазына, рухани байлықтың қайнар көзі, рух дәрумені. Білім бұлағы саналатын кітаптың қастерлі қасиетін таныған шығыстың жарық жұлдызы Әлішер Науаи кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына деген бағалы сөздерін айтып кеткен екен. Қазақтың бас ақыны Абай атамыз айтсақ, артық ғылым кітапта ерінбей оқып білуге. Қазіргі 21 ғасыр қақпасында жаңа технологиялардың тамаша жетілгендігі сонша электронды кітап жүзеге асуда. Бұл жүйенің пайдасы ұшан теңіз. Себебі дайын топталған барлық шығармаларды компьютердің көмегімен тез және дайын күйінде ала аламыз. Аса бір ізденісті талап етпейді, әрі уақыт үнемділігін қамтамасыз етуге көмектеседі. Келесі айдарымыз сұрақ-жауап деп аталады. Балалар, экрандағы сұрақтарға жауап берейік. Электронды оқулық дегенді қалай түсінесіңдер? Ғаламтордан кітап оқып көрдіңдер ме? Тірі кітап пен электронды кітаптың айырмашылығы қандай? Жарайсыңдар балалар. Ендеше электронды кітапқа тоқталайық. Электронды кітап дегеніміз кітаптың электронды түрдегі нұсқасы. Аталмыш термин сандық түрде ұсынылған шығармалармен қатар, оларда оқуға арналған құрылғыларға да қолданылады. Көлемінің аздығы, толық мәтінді іздестіру мүмкіндігі, гарнитура мен қаріп кегілін тез әрі оңай ауыстыра алу мүмкіндігі, кітап мәтінін тыңдай алу мүмкіндігі, жарықтың жеткіліксіз деңгейінде кітапты оқи алу мүмкіндігі, таралымның арзандығы, қағаз бетіндегі кітаптармен салыстырғанда шығару уақыты азырақ, экологиялық тазалығы әрі үнемділігі, ағаш жұмсалмайды. Кемшілігіне тоқталатын болсақ, материалдық және безендіру элементтерінің эстетикалық құрамдас бөлігі ретінде жоқтығы, жаңа аппараттық немесе бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен ықтималды сәйкессіздігі. Кейбір құрылғылардың дисплейлері көзді тез шаршатады. Бүгінгі күнге шаққанда көпшілік құрылғы дисплейлерінің рұқсатындағы кескін сапасы қағаз жүзіндегі баламамен салыстырғанда әлдеқайда нашар. Тасымалдауыш құрылғының жұмыс уақыты батареясының көлеміне байланысты шектеулілігі, суретті қағаз басылымдарының электронды нұсқаға өткізу көптеген ыңғайсыздық жағдайлар тудырады. Бүгінгі сабағымыздағы етістіктің райларына тоқталайық. Қазақ тілінде етістік 4 райы бар. Ашық рай, бұйрық рай, шартты рай және қалау рай. Ашық рай үш жақтың жасалу жолдар арқылы жасалады. Мысалы, мен келдім, мен келемін. Бұйрық рай етістіктің бұйрықты түрде жіктелу арқылы жасалады. Мен келейін, сен бар. Шартты рай етістік са-се жіктік жалғау арқылы жасалады. Сабақ оқысам, 5 аламын. Қалау рай етістікті ға-кі, қа-кі жалғаулары және де кел етістік арқылы жасалады. Және де етістік ғай-ке, қай-ке жіктік жалғаулары жалғанады. Сонымен етістікке са-се жалғаулар жалғанып және игі еді арқылы жасалады. Мысалы, біздің сабақ оқығымыз келеді. Сіз оқығайсыз, сен келгейсің, ол барса игі еді. Енді осы ереже мен мысалдарға сүйене отырып, келесі тапсырмаларды орындайық. Балалар, назарларыңа ұсынылған сөйлемдерді етістіктің рай түрлеріне сәйкестендіру керекпіз.
Мен қыста Түркияға барғым келеді. Ол ертең келсе айтамын. Кітапты дауыстап оқы, оған ойыңды ашық айт. Оның Алматы қаласына барғысы келеді. Арман диктант жазып отыр. Жұмысқа ерте кел. Асан мен Үсен кеше киноға барды. Баласы жақсы оқыса, анасы қуанады. Осы сөйлемдерді етістіктің рай түрлеріне табу керекпіз. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Келесі тапсырмада берілген мысалдарды етістіктің рай түрлеріне, есемше, көсемше және де етістіктің шақ түрлеріне сәйкестендіру керекпіз. Оқып отыр, келіп, жазады, алған, бар, айтқым, жүгірді, ексең, қуу. Осы сөздер етістіктің қай түріне жатады, соны сәйкестендірейік. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше, балалар, бүгінгі сабағымызда 3Х әдісі арқылы тұжырымдайық. Бүгінгі сабақ сендер үшін несімен қызықты болды? Сендер үшін қай ақпарат қажет болып саналады? Сендерге қай тапсырманы орындауда қиындық туды? Осы бойынша өз ойларыңды параққа толтырыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғаламтор және кітап. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары мәтіндік және графиктік ақпаратты интерпретациялау, етістіктің есімше, көсемше, тұйық етістік, шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Ендеше сабағымызды бастайық. Суретке назар аударайық. Суретте не бейнеленген? Сурет арқылы нені үйренуге, нені тануға, нені білуге болады? Өз ойларыңды, өз фантазияларымен жауап беріңдер. Жарайсыңдар, балалар. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға оралайық. Ғаламтор дегеніміз бір-бірімен байланыс арналарымен және бірегей деректерді қабылдау және жіберу стандарттарымен біріктірілген байланысқан компьютерлер мен компьютерлік желілердің жиынтығы. Ол жер шарын қамтып жатқан ауқымды бүкіл әлемдік информациялық жүйе болып табылады. Бүгінгі күнде осы информациялық кеңістікке 120 миллионнан аса пайдаланушылар қосылған. Ғаламтор 1969 жылы ақш-та осы елдің қорғаныс министрлігінің тапсырысы бойынша жасалған ARPANET желісінен пайда болды. ARPANET оқу орындарын, әскерлер мен әскери мердігерлерді біріктіретін желі болған. Ал баршамызға белгілі, кітап білім нәрімен сусындатар сарқылмас қазына, рухани байлықтың қайнар көзі, рух дәрумені. Білім бұлағы саналатын кітаптың қастерлі қасиетін таныған шығыстың жарық жұлдызы Әлішер Науаи кітап ақылына ақы сұрамайтын алтын қазына деген бағалы сөздерін айтып кеткен екен. Қазақтың бас ақыны Абай атамыз айтсақ, артық ғылым кітапта ерінбей оқып білуге. Қазіргі 21 ғасыр қақпасында жаңа технологиялардың тамаша жетілгендігі сонша электронды кітап жүзеге асуда. Бұл жүйенің пайдасы ұшан теңіз. Себебі дайын топталған барлық шығармаларды компьютердің көмегімен тез және дайын күйінде ала аламыз. Аса бір ізденісті талап етпейді, әрі уақыт үнемділігін қамтамасыз етуге көмектеседі. Келесі айдарымыз сұрақ-жауап деп аталады. Балалар, экрандағы сұрақтарға жауап берейік. Электронды оқулық дегенді қалай түсінесіңдер? Ғаламтордан кітап оқып көрдіңдер ме? Тірі кітап пен электронды кітаптың айырмашылығы қандай? Жарайсыңдар, балалар. Ендеше электронды кітапқа тоқталайық. Электронды кітап дегеніміз кітаптың электронды түрдегі нұсқасы. Аталмыш термин сандық түрде ұсынылған шығармалармен қатар, оларда оқуға арналған құрылғыларға да қолданылады. Көлемінің аздығы, толық мәтінді іздестіру мүмкіндігі, гарнитура мен қаріп кегілін тез әрі оңай ауыстыра алу мүмкіндігі, кітап мәтінін тыңдай алу мүмкіндігі, жарықтың жеткіліксіз деңгейінде кітапты оқи алу мүмкіндігі, таралымның арзандығы, қағаз бетіндегі кітаптармен салыстырғанда шығару уақыты азырақ, экологиялық тазалығы әрі үнемділігі, ағаш жұмсалмайды. Кемшілігіне тоқталатын болсақ, материалдық және безендіру элементтерінің эстетикалық құрамдас бөлігі ретінде жоқтығы, жаңа аппараттық немесе бағдарламалық қамтамасыз ету құралдарымен